Барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бүгін мен Зеп. Бүгінгі видеороликте біз GTA 6 ойыны туралы 10 қызықты деректер айтатын боламыз. GTA 6 түсіруім кеш болып кеткен шығар. Бірақ сонда да ештен кеш жақсы деп мен бұл видеороликті түсіремін деп шештім. Егер видео қызық болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сосын достар, бізді 99% адам 5 подписки көреді екен. Сол себепті подписаться етуді ұмытпа. Егер дайын болсаңыздар, өздеріңізге чай істеп, ыңғайланып, жайғасып алыңыздар. Біз бастаймыз. Бірінші қызықты дерек, бізде екі персонаж болады. Біріншісі Люсия, ал екіншісі Джейсон. Деректер бойынша екеуі бауырлар, бірақ бұл деректерді ешкім растамады. Келесі дерек, GTA 6 ойынында бізде 3 үлкен қала болады. Және бұл карта GTA тарихында ең үлкен карта болып саналады. Үшінші дерек, GTA 6 ойыны бізде PS5, Xbox Series S және Xbox Series X-ке шығатын болады. Ал компьютерге 2027 жылы шығуы мүмкін. Төртінші дерек, GTA 6 ойынында әлеуметтік желілер болады. Мысалға Instagram, TikTok, WhatsApp секілді. Бесінші дерек, GTA 6 ойынында 29 персонаж көрсетілді, соның 23-і қара нәсілді адамдар. Статистика бойынша қарасақ, шын өмірдегі Vice City'да 30% адам ақ нәсілділер. Алтыншы дерек, Rockstar компаниясы айтуы бойынша GTA 6 ойынның 70% үйлерге кіруге болады. Бұл керемет емес пе? Жетінші дерек, GTA 6-да шаршау, қарын ашу секілді шынайы нәрселерде болады. Бұл бізге ойынға кіруімізге көмектеседі. Сегізінші дерек, GTA-да полициялардың қашу бұрынғыдай оңай болмайды, олар енді ойлана алады. Және сен отырған машинаның нөмірін есте сақтап, басқа полицияларға ескертеді. Сол себепті қашу үшін машинадан түсіп тығылуға тура келеді. Тоғызыншы дерек, GTA 6 ойынына 2 миллиард доллар ақша жұмсалған. Бұл ойын әлем бойынша ең қымбат ойын болып саналады. 10-шы дерек, және ойында бірнеше аяқтайтын миссия болады, GTA 5-тегідей. Қайсын таңдайсыздар, оны сіздер шешесіздер. Осымен достар, видеоролик аяқталды. Егер де сізге бұл мәліметтер пайдасы тисе, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болғанмен Зеп, сау болыңыздар.